Сіз түкірдіңіз, айыппұл төлеңіз. Атыраулық полиция қызметкерлері тұрғындарға жала жауып, жалған хаттама толтырған. Бұл туралы Экспресска жазды. Тәртіп сақшылары айыппұл санын осылайша көбейтіп отырған. Қоршаған ортаны ластағаны үшін, қоқыс төккені үшін, итті серуендеткені үшін деп атыраулықтардың қалтасын жұқартқан. Ал адамдар сөзге келмей, айыппұлды 10 күнге жеткізбей төлей берген. Дегенмен қалалық прокуратура мұны байқаған. Қылмыстық кодекстің 416 бабы дәлелдемелерді бұрмалау фактісі бойынша қазір тергеу жүріп жатыр. Біреуге жалған айып тағуға қалай дәті барды? Тәртіп сақшылары дейді бұларды. Дегенмен көңіл түсірмеңіздер, өз ісіне адал полиция бар. Мәселен, 3-4 күн бұрын Ақтөбеде тәртіп сақшысы қос адамды өлім аузынан құтқарды. Олар шетел азаматы болып шықты, дегенмен газдан уланып, көліктің ішінде естерінен танып қалған. Тәртіп сақшылары тәжікстандықтарға алғашқы көмек көрсетті. Естеріңізде болсын, оталып тұрған көліктің ішінде ұйықтамаңыздар. Жарай ма? Материалдың толық нұсқасы